Тапанчаға. Тапанча атты көрдің бе әлде? Ұқсас па? Қара тапанша 2 рет атылды ғой. Бірінші атылды. Содан кейін бір сен оқ аттың сонда? Аха. Сосын тағы атып мен жүгіріп шықтым. Атқаннан кейін жүгіріп шықтың. Жүгіріп. Енді айтам. Оқтап алдым да қайттан жүгіріп бардым да қарадым. Сөйтіп есік ашылмады. Өшірдім да дальше жүгіріп бардым. Тоқтаңыз. Есік ашық болғанда не істер едіңіз? Есік ашық болған кезде кіретін едім ішіне. Кіріп не істер едіңіз? Келген мақсатыма жетер едім. Не мақсатпен келдіңіз негізі? Ақша алып келдім. Яғни өзіңіздің қаруыңызды қолданып, жәбірленушілерді қорқытып, не болмаса дене жарақат келіп. Сол кезде біреу мысалы кірдіңіз, есік ашық тұр, кірдіңіз. Жәбірленушілер тұр алдыңызда. Не істедіңіз? Біреуін ататын ба едіңіз әлде қорқытатын? Қорқытатын едім. Атпаймын. Адамның қасақана. За совершение разбойного нападения в отношении одного из предпринимателей Шуйского района сотрудниками полиции задержаны двое жителей области 29 и 34 лет. Так, 15 ноября текущего года в полицию обратился 49-летний житель о том, что ночью двое неизвестных лиц в медицинских масках, вооруженных огнестрельным оружием, пытались проникнуть к нему в дом. Однако после активного сопротивления со стороны владельца дома и его близких, нападавшие скрылись, при этом один из разбойников произвел выстрел, попав в хозяина дома. Значит, в настоящее время начато досудебное расследование по статье 192, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разбой». Подозреваемые дали признательные показания во дворе ВВС Шуйского района. Оружие изъято, проводится досудебное расследование. Полиция қызметкерлері мен шоудан кәсіпкерлердің біріне қарақшылық шабуыл жасаған үшін облыстың 29 және 34 жастағы 2 тұрғын ұсталды. Ағымдағы жылдың 15 қарашасында 49 жастағы тұрғын полицияға атыс жарақатпен жүгініп, түнде медициналық бетперде киген белгісіз 2 адам үйдің ауласына кіріп, қару кезен ақша талап еткенін хабарлаған. Аталған дерекке қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192 бабының 3 бөлігі қарақшылық бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдіктілер өз кінәсін мойындап, шоудан уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қару тәркіленіп бірқатар сараптамалық тағайындалған.